Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hürmet cemaat. Nukoya kitabından sabaqlarımızı жалғастырамыз. Bugün biz өткен сабақ намаз бабын, намаз китабы сола намаз кітабын толықтай аяқтаған едік. Енді бүгін Алланың қалауымен китабы зәка, зекет бөлімін бастайтын, зекет кітабын, зекет бөлімін бастайтын боламыз. Енді намаздың артынан дереу зекетті айтып жатыр. Себебі бұл жаңағы Алла Субханала Тағаланың Құранында айтқан нәрсесіне орай. Өйткені Алла Субханала Тағала Құранында «Ақимус сола ва ату зәка» намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп намаз бен зекетті үнемі бірге айтатын болған. Сондықтан да автор рахимахулла намаздан кейін артынша дереу зекетті алып келіп жатқан содан да. Негізінде жалпы ғибадаттар екі түрлі болады. Жаңағы денемен жасайтын ғибадат болады. Ол жаңағы ораза сияқты, намаз сияқты. Және мал дүниемен атқаратын ғибадат болады, зекет сияқты. Және екеуімен де бірге қосып атқарылатын ғибадат болады. Мысалға, қажылық. Оған мал дүние де керек, және іс-әрекет те болу керек, жүзеге асатын. Міне осы ғибадаттар осылай бөлінеді. Енді біз сол мал дүниеге байланысты болатын ғибадатқа қатысты айтылған зекет тақырыбына тоқталамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала, иман автор бастап жатыр. «Вәлә тәджибу илля аля хуррин мукаллафин муслимин маликин милкан тамман линнисабин намин». Енді зекет міндет уәжіп деген сөзбен келтіріп жатыр. Зекет уәжіп болмайды дейді. Тек қана азат адамға, мүкәлләф адамға деп осылай айтып кетіп жатыр. Біз қазір оның әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Дәл қазір «Уәлә тәджибу» зекет уәжіп болмайды деген сөзге тоқталатын болсақ, уәжіп деген сөзбен келтіріп жатыр. Негізінде зекет үкіміне уәжіп емес, парыз. Бірақ бұл кісі уәжіп деген сөзбен келтіріп жатыр. Не үшін десе, ғалымдарымыз екі түрлі жауап айтады оған. Біріншісі, зекеттегі кейбір мөлшерлер, мысалға пәлен қойға, пәлен қой, пәлен түйеге, пәлен нәрсе деген сияқты кейбір зекеттің мөлшерлері мутаватирмен емес, бәлки жаңағы ахад жолмен жеткендігі үшін, мутаватир емес жолмен жеткендігі үшін, міне сол нәрсені білдіру үшін «Лә тәджибу» уәжіп болмайды деген сөзді қолданды деп осылай жауап берген кейбір ғалымдар. Ал басқа ғалымдар не деп айтады? Уәжіп парыздың орнына ауыспалы мағынада қолданыла береді. Бұл араб тіл қолданысында өте көп жолығады. Сондықтан бұда тұрған ешқандай мәселе жоқ. Уәжіп бұл жерде парыз мағынасында деп қана айтып өтіп кетеді. Демек, зекет парыз болмайды. Тек қана кімдерге парыз болады? «Илля аля хуррин». Азат адам болу керек, яғни құл болмау керек. Сондай адамға зекет міндет болады. Тағы да шарттары зекет міндет болатын адамның мүкәлләф болу керек. Мүкәлләф деген ол балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс адамды мүкәлләф дейді. Сол үшін де жынды немесе балиғатқа жетпеген жас балдарға зекет міндет болмайды. Енді ойлау мүмкін, жас балада қандай ақша бар деп. Жоқ, мысалға ол атасынан немесе бір әкесінен мирас қалуы мүмкін. Біраз ақшаға сондай ие болып қалуы мүмкін, жас болса да, балиғатқа толмаған болса да. Бірақ оған не болмайды? Зекет міндет болмайды. Және шарты, зекет міндет болу үшін қойылатын адамның шарты мұсылман болу керек. Себебі зекет деген нәрсе бұл ғибадат болып есептеледі. Ал кәпір адам бұл ғибадатты орындауға лайық емес,
оған иманға келуге шақырылады ол. Сондықтан да зекет ғибадат, сол үшін де зекет беруші адам мұсылман болу керек. Зекет беруші адам, Және шарты мәлики милкен тәммен, толық мүлікке ие болу керек. Толық мүлік деген не үшін милкен тәммен толық деп айтып жатыр? Толық дегеніміз қалай? Ол зат оның мүлкінде болу керек, және оның қолында болу керек. Оның несі болу керек? Қолында болу керек. Сондықтан да мысалы біреу бір затты сатып алғанда, сатып алды, бірақ әлі қолына кеп тиген жоқ, қолына ұстаған жоқ, бірақ сатып алды. Қазір көп қой, мысалы Дубайдан машина сатып алады, немесе Грузиядан машина сатып алады да. Бірақ әлі не қылған жоқ, сауда ниетімен мысалға. Әлі бірақ не қылған жоқ, қолына тиген жоқ. Ондайға зекет уәжіп болмайды. Мысалы біреу Дубайдан машина сатып алды, жаңа не мақсатпен, сауда мақсатымен. Бірақ та әлі Қазақстанға өзінің қолына кеп тиген жоқ. Бірақ зекетін бермекші, есептеп жатыр зекетін мысалға. Ол кезде ол оны не қылмайды, одан зекет шығармайды. Одан зекет берілмейді, берілу міндет болмайды. Демек, енді сатып алған кезде дереу оның мүлкіне өткенмен, бірақ әлі не қылған жоқ, қолына тиген жоқ. Сол үшін де милкен тәммен толық мүліктің иесі болу керек деген не екен? Қолында болу керек, және мүлкіне өткен болу керек екен. Және тағы шарты линисабин намин. Және ол белгілі бір нисап мөлшерге жету керек. Жалпы зекет дегеніміз белгілі бір мөлшерге жеткеннен кейінгі шығарылатын арнайы өлшемдер бар өзі. Сол өлшемдермен ғана берілетін нәрсеге айтады зекет деп. Және арнайы орындарға беріледі. Яғни кез келгенге бере берілмейді. Сондықтан да арнайы бір мөлшерлерге жету керек. Оның бәрін кейін мына жақта өтеміз. Мысалға қойдікі қандай болады, сиырдікі қандай болады деген сияқты. Бірақ жалпы нисап деген сол жаңағы белгілі бір мөлшерге жету, және ол не болып тұру керек? Нәмин. Өсуші болу керек. Өсуші болу керек. Өсуші деген қалай? Яғни шынайы түрде өсуі мүмкін, немесе жаңағы тақдири дейді, хақиқи тақдири деп бөлінеді. Бұл шынайы түрде өсуі мүмкін, немесе өсуге ода мүмкіндік бар деген сөз, тақдири деген. Шынайы түрде өсу деген қалай болады? Шынайы түрде өсу деген ол жаңағы амалға асыру арқылы көбейетін, туылатын, мысалы сиырлар бар, ол туылып солай көбейіп жатыр. Немесе алтын, күмісі, немесе ақшасы бар жалпы. Ақшасын неге сабатыр, саудаға сабатыр, ол солай не қылып жатыр, көбейіп жатыр, өсіп жатыр. Осыны шынайы өсу деп айтады. Ал біреудің біраз қомақты ақшасы бар, немесе алтыны бар, күмісі бар, бірақ ешқандай саудаға самай, үйіне сандыққа бәрін сап қойған. Бірақ ешқандай саудаға сабатқан жоқ. Енді ол көбейіп жатыр ма? Жоқ. Бірақ та ода өсе алу, көбейе алу, өсе алу деген, өсу деген оның табиғатында бар. Яғни егер ол сол ақшаны, сандыққа сап қойған ақшасын, алтын немесе күмісін, егер бір саудаға саған кезде, ол не қылатын еді? Өсуі одан не бар? Ықтималдығы жоғарыда. Өйткені ол құн өзі. Бұны тақдири деп айтады. Қайсысы болса да, қайсысы болса да зекет міндет бола береді. Линисабин, нисапқа жету керек, және намин, ол өсуші болу керек деген. Осы жаңағы шынайы түрдегі өсу болсын, немесе жаңағы тақдири өсу деді. Сол өсу болсын, әйтеуір бәрібір зекет міндет бола береді екен. Енді өсу дегеніміз имма би самания, айттық қой, құн болады. Мысалы, алтын, күміс сияқты нәрселер. Немесе ас-саум. Саум бұл жаңағы малдар, 4 түлік мал. Бұның келеміз алда шарттары. Жылдың көп уақытын далада өткізген болу керек деген сияқты. Ау нияти тижара. Немесе жаңағы алтын, күміс сияқты табиғатынан ақша болып жаратылған нәрсе емес болса да, мысалға сауда ниетімен сатып алып, сатып жатқан болса. Кез келген бір нәрсе, бір затты алады, сатады. Алтын емес, күміс емес. Ол да жаңағы
өсу болып есептеліне береді екен. Бірақ бұның шарты сол амалға асу керек. Яғни сол сату алу немесе жалға беру процесі жүзеге асу керек. Жүзеге асу керек. Және маал хаули жыл бір жылдың толуы керек. Мысалы өткен жылы желтоқсанның бірінде пәлен ақшасы болған болса, кейінгі жылы айналып келген кезде сол желтоқсанның бірінде сол нисап мөлшеріне жететін ақша әлі мал дүние табылып тұрған болса, сол кезде оған зекет шығару міндет болады екен. Өйткені шариғаттың кеңдігі бір жыл айналған уақытта 4 мезгілден де өтеді. Күз, қыс, жаз, көктем деген сияқты 4 мезгілден де өтеді. 4 мезгілден өту деген ол былайша айтқан кезде мал дүние кейбір сезондарда, яғни кейбір мезгілдерде азаюы мүмкін, кейбір мезгілдерде сезондарда мал дүние көбеюі мүмкін. Сондықтан осының барлығын қарастыра отырып, бір жыл оған не қылады, мүмкіндік беріледі екен. Және тағы да шарттары фасилин ан хаджатихи ал-аслия. Негізгі қажеттіктерінен артық болу керек. Ол дүниесі, жиған дүниесі негізгі қажеттіліктерінен артық болу керек екен. Негізгі қажеттілік дегеніміз бұл адамды құрдымға кетіп қалу, хәләк дейді ғой. Сондайдан қайтарып тұратын напақа сияқты, баспана сияқты, жиһаздар сияқты сондай қажеттіліктерді айтады. Және бұл жерде мына мәселеге тоқталып өте салайық. Ілім оқитын адамдардың кітаптары. Мысалы, бір адам бар, өзі ілім талап етуші, іліммен айналысады. Оның көптеген кітаптары бар. Егер кітаптарын барлығын жинаса, нисап мөлшеріне жетіп қалады, немесе асып та кетеді. Енді оған зекет уәжіп бола ма, міндет бола ма десе, оған не болмайды? Зекет міндет болмайды. Негізінде зекет міндет болмайды. Әлбетте сауда ниетмен амаған, оны оқитын ниетпен аған. Бірақ та бұл жерде тағы бір нәзік бір мәселе бар. Енді бір адам болуы мүмкін, өзі сол кітаптармен айналысады. Сол кітаптарды оқиды, қайталайды, немесе бір мәселеге қойған кезде ішінен бір мәселелерді ақтарып іздейді. Сол кітаптармен өзі айналысуы мүмкін. Жаңағы пәлен өте көп кітап. Енді бір екінші адам бар, жоқ, өзі не қылмайды, айналыспайды. Просто не қылған, тек қана жинап қойған. Бұл екеуіне де зекет уәжіп болмай ма десе, осы екі жағдайда қалым. Екеуіне де зекет уәжіп болмайды. Бірақ екеуінің айырмашылығы бар десе, екеуінің айырмашылығы зекет алуда айырмашылық болады. Зекет алуда. Жаңағы кітапты өзі оқып, өзі айналысу үшін жинаған адамға зекет басқа біреу берсе, ол ала алады. Ол не істейді? Ала алады. Ал өзі оқымайтын тек кітап жинаған адам, өзі де оқымайды, айналыспайды онымен, онда ол не қылмайды? Зекет ала алмайды. Өйткені ол жаңағы оған жатпайды, зекет ала алмайды. Осы жерде ғана кішкене нәзік несі бар, екеуінің айырмашылығы бар екен. Уандайнин муталабин мин абдин. Тағы да оның жиған мал дүниесі бір пенде тараптан, бір адам тарапынан талап етілетін қарыздан артық болу керек. Одан бос болу керек. Яғни оған қатыс болмау керек. Ол не деген сөз? Яғни қарыз. Бұл жерде қарыз деген мәселе, мысалы, дәл қазір берем деп келіскен болса да, немесе біраз уақыттан кейін берем деп келіскен болса да, ол бәрібір қарыз. Мысалы, ойлайық, нисаптың мөлшері 1,5 миллион теңге. 1,5 миллион теңге. Оның біреуге 500 мың теңге қарызы бар. Дәл қазір берем деп тұр, берем деп айтып қойған, немесе біраздан кейін, бір айдан кейін мысалы берем деп айтып қойған. Айырмашылық жоқ. 1,5 миллионнан 500 мыңды апсаса не болады? Нисап мөлшеріне, жаңағы мөлшерге жетпей қалады. Сондықтан зекет міндет болмай ала береді. Немесе ол өзі аған қарызды, немесе былай дегенде, пәленшеге бере бер, бермесе мен берем деп не қылған? Өз кепілдігіне алып қойған. Ол кезде де не қылмайды? Зекет міндет болмайды.
Яғни бұл да кәдімгі шынайы қарыз болып есептелінеді. Және бұл жерде не деді? Пенде тараптан ол қарызды талап ету керек деді. Пенде тараптан. Неге бұны айтып жатыр? Себебі шариғат тараптан немесе Алла тарапынан дейікші, шариғат тарапынан талап етілетін болса, ол кезде не бола береді? Бұған қатысы жоқ, зекет міндет бола береді. Шариғат талап етеді деген не ол? Мысалы ол нәзір қып қойған. Мен пәлен жұмысым бітсе, пәлен 100 мың, 200 мың берем деп, садақа берем деп не қып қойған? Нәзір қып қойған, уәде беріп қойған. Сол жұмысы орындалып қалды. Енді ол шариғаттың алдында не? Қарыздар. Жаңа айтқан 100 мың, 200 мың теңгесін беруге. Бірақ кімге қарыздар ол? Бір адамға, жеке адамға қарыздар ма? Жоқ, шариғатқа қарыздар. Бұндай қарыздар не қылмайды дейді? Зекеттен қайтармайды. Зекеттен қайтаратын қарыздар жаңағындай пенде тараптан талап етілген қарыздарға айтады. Және де бұл жерде тағы да бір мәселе бар. Мысалға бір адамның жаңағы нисап мөлшерінде ақшасы бар. Мысалы 1,5 миллион деп ойлайық. Енді есепке ыңғайлы шығу үшін айтып жатырық қой енді. Бірақ нақты келеміз иншалла қанша болатындығы. 1,5 миллион деп ойласақ мысалға, содан кейін 1 жыл толды оған. 1 жыл толды. Содан кейін ол жаңағы зекетін бермеді. Кейінгі жыл тағы да 1 жыл айналып кетті. Былайша айтқанда 2 жыл өтті. Енді қой берейін деп әрекет қылған кезде, сол кезде ол 2 жылдықын бере ме, 1 жылдықын бере ме десе, не дейді? Ол 1 жылдықын береді. Себебі сол жаңағы 1,5 миллион теңгеден 1 жылда берілетін зекетті алып тастаса, не қылып қалады? Ол азайып қалады да. Нисап мөлшерінен азайып қалады. Кішкене болса да азаяды. Демек нисап мөлшерінен сондай мөлшерде азайғандығы үшін кейінгі жыл оған не болмайды? Міндет болмайды да. Сондықтан 1 жылдықын береді деген мәселе. Иә. Бірақ қарыз жаңағы артық болса, ол кезде қалған ақшадан есептеп бере береді. Мысалы, біреудің 200 мың теңге қарызы бар. Бұның қолында 2 миллион теңге ақша бар. 200 мың теңгені алып тастаса, 1,8 миллион қалады. 1,8 миллион нисап мөлшерінен асып тұр ма? Асып тұр. Қалған шарттардың бәрі табылып тұр ма? Табылып тұр, болды. Ол сол 1,8 миллион не қыла береді? Зекетін шығарып есептей береді. Есептеу сол жаңағы 10-нан 1-дің 4-тен 1-ін есептелінеді. 10-нан 1-дің. Яғни мал дүниені 10 бөлікке бөлес, соның 1 бөлігін аласыз, соның 4-ке бөлес, соның 1-еуін ғана береді екенсіз. Фәлә яджибу аля мукатабин. Енді бізде мукатаб деген құлдық заман кезде әртүрлі құлдардың түрлері болған. Мукатаб, мудаббер деген сондай түрлері болған. Мукатаб деген бұл құл мен сол құлдың егесі келіседі. Біздің қазіргі тілмен айтқан кезде нотариуске барып солай келіседі. Жаңағы келіседі екеуі, неге келіседі? Егесі айтады, шарт қояды. Маған $1000 әкеп берсең, мысалға енді, азатсың дейді. Келістік па? Келістік. Екеуі жазып, пешатын қойып жаңағы. Осыны мукатаб дейді. Енді ол мукатаб не істейді? Мукатаб құл дейді. Бұл басқа құлдардың бұның ерекшелігі болады. Енді бұл сол $1000 табу үшін өзі барып базарға жұмыс істеу керек болады. Сөйтіп өзі біраз ақша жинайды, мысалы деген сияқты. Енді міне сол сөйтіп ақша жинап жүріп, біраз ақша жинап қойса, әжептәуір жаңағы ебі бар болып, үлкен ақша жинап қойса, нисап мөлшеріне жететіндей қылып ақша жинап тастаған болса, сол кезде соған енді зекет бер деп айтамыз ба, жаңағы мукатаб болып жүрген құлға? Жоқ, олай айтылмайды. Себебі ол толыққанды әлі не емес, азат емес. Толыққанды азат емес. Оны былай деп айтады. Қолы азат болғанмен де, өйткені жұмысты өзі істеп жатыр, бірақ әлі мойны азат емес. Әлі жаңағы келісімдегі шарты орындалған жоқ. Әлі ол белгілі егесі талап еткен ақшаны толық тапсырып, толықтай азат болған жоқ. Сондықтан мукатабқа уәжіп болмайды. Вала ба'дал усули ли айямин кәні димарон. Енді бұл жердегі мәселе қандай? Бұл жерде мынандай болып тұр. Мысалы, біреудің мүлкінде біраз дүниесі бар, ақшасы бар. Бірақ та
ол мүлікке қолы жетпей тұр. Мысалы жоғалтып алған болуы мүмкін, немесе басқа болған болуы мүмкін. Мысалы бір жаңағы далаға көміп кеткен, қай жерге көмгенін ұмытып қалған деген сияқты. Мысалы жоғалтып алған болуы мүмкін. Сөйтіп кейіннен барып не қылды? Кейіннен барып тауып алды. Немесе кейіннен барып соған қол жеткізді. Сол кезде жаңа артта қалып кеткен жылдары, 1 жыл өткен болуы мүмкін, 2 жыл өткен болуы мүмкін. Сол жылдарынан бере ма десе, не дейді? Жоқ, бермейді дейді. Вала, яғни уәжіп болмайды. Бадал усули, қол жеткеннен кейін, ли айям кана димаран, өткен күндегі күндер үшін жағы берілмейді дейді. Ол кезде мал дүние қандай еді? Димаран. Димаран деген жаңағы мүлкінде болады, бірақ та оған жету, оны ұстау, оны алу мүмкіндігі болмайды. Иелігін мүлкіне кіреді, соның мүлкі есептелінеді, бірақ қолы жетпей тұр да, оған қолы жетпей тұр. Мысалы не дейді? Кәмафқудин, мафқуд, жоғалған мал дүниесі сияқты. Оның мүлкі әлі де. Сол үшін де жоғалған затты егесіне міндетті түрде беру. Ол әлі оның мүлкінде болып тұра береді. Тауып алса да мысалы біреу. Және немесе уамаджхудин, ла худжата алейхи. Маджхуд, мысалы бір адам менен жаңағы не істеді? Қарыз алды. Бір адам менен қарыз алды. Сөйтті ол адам ол қарызды мойындамады. Мен жоқ, неған жоқпын, пәленшеден қарыз алған жоқпын деп, қарызды не қылмай кетті? Мойындамай кетті. Сол кезде және менің оған қарамағайшы, яғни ағандығы жайында нем жоқ, менен шынымен ағандығы жайында менде ешқандай құжат жоқ. Жаздырып не басқа алмағам, жай қарыз берген, ол ап кеткен, бірақ кейін ол не істеді? Мен қарыз алмағам деп мойындамай кетті. Мен бұл жерде не болам? Маджхуд болам да. Яғни ол жахид, ол мойындамай кетті. Және мен бұл жерде маджхуд, яғни мен қарыз бердім, ол қарыз аған мойындамай кетті. Және мен нем жоқ одан, жаңағы құжатым жоқ оған. Яғни оған қарама қарсы дәлелім жоқ. Яғни қарызды ағандығы жайында дәлелім жоқ та. Міне сондай адам, бұл да димар болып есептелінеді. Кейіннен барып ол мойындап, кейіннен барып келетін болса, жаңағы зекет міндет болмайды деп жатыр. Ол мысалы 3 жыл мойындамай жүрді деген сияқты. Одан кейін барып тәубесіне келіп мойындап қалды деген жағдай болатын болса, мысалға сол 3 жылға бере ме десе, не құжаты болмаса, егер қарыз берушінің құжаты болмаса, яғни дәлелі болмаса, ол кезде міндет болмайды. Ол кезде міндет болмайды екен. Уамаъхузин мусадаратан. Және қандай малды димар деп атаймыз, ол жаңағы конфискалау дейді, жаңағы тәркілеу дейді қазақша, тәркілеу. Тәркілеу арқылы жаңағы патшалар, әкімдер, мысалы біреудің заттарын аған болатын болса, сол заттар қайттан өзіне толық қайтып келсе, кейін біраз уақыттан кейін, бірнеше жылдан кейін, сол өтіп кеткен жылдарға не қылмайды дейді, зекет шығару міндет болмайды дейді. Және зекеттің шарттарынан зекеттің шарттарынан ниет. Ниет зекеттің негізгі шарттарының бірі болып есептелінеді. Уақтал ада, сол жаңағы белгілі мөлшерді сол беріп атқан кезде, мысалы сол кедейге сол ақшаны, сол зекеттің мөлшерін беріп атқан кезде, сол кезде ол ниет ету керек. Ауил азл, немесе мал дүниелерді бөліп атқан кезде ниет ету керек. Сол ниеттер жеткілікті болады. Мал дүниені бөліп атқан, мысалы так, мынаншасы мынау болды, мына бөлігі зекет болды деп, осылай бөліп атқан кезде ниет ететін болса, осы зекет деп, жаңағы солда жеткілікті болады екен. Былай айтқан кезде тікелей ниет болуы мүмкін, немесе хукми дейді ғой, жаңағы. Ол екеуі де не бола береді екен? Жеткілікті бола береді екен. Тағы да бұл жерде бір мәселе бар. Мысалға, жаңағы кедейге берді зекетті, бірақ бергеннен кейін барып берді, және ол ақша, берген ақша, мысалға, кедейдің қолында тұр. Кедей әлі басқа бір заттар сатып алған жоқ. Кедейдің қолында тұр ақша. Беріп қойды бірақ уже. Содан кейін барып ниет есіне түсіп қалды да. Ниет етіп жіберсе бола ма, зекет ниет етсе бола ма десе, болады.
ол да жүріп кете береді. А бірақ жаңа кедейдің жаңа ақша кедейдің мүлкінен шығып кетпеу керек. Кедейдің мүлкінен шығып кетсе, ол кезде оның ниеті дұрыс болмайды. Мысалы, кедейге ақша берді, кедей барды, базарға барды, бір заттар сатып алды. Демек, жаңа кісі берген ақша енді үшінші адамның мүлкіне өтіп кетті да. Үшінші адамның мүлкіне өтіп кетті. Сондықтан енді ол не қыламайды, зекет ниет еттім десе, өзі жүрмей қалады. Иә. Өйткені зекет деген айттық, біз не дедік? Ғибадат дедік. Ғибадат ол тек қана ықылассыз, ниетсіз болмайды, тек ықыласпен, ниетпен ғана дұрыс болады екен. Қашан ниет шарт етілмейді? Илля ан ятасаддақа бил күл. Мал дүниесінің барлығын беріп жіберетін болса, сол кезде ниет шарт етілмейді екен. Иә. Мал дүниесінің барлығын. Өйткені зекет деген сол мал дүниенің ішіндегі бір кішкене бөлік қана. А бұл бүкіл мал дүниені берген кезде шариғат талап еткен сол бөлік те беріліп кетіп жатыр дейді да. Сөйтіп шариғат истихсанан оған не деп айтады? Жаңағы ниетсіз де бола береді деп, зекет жүреді деп есептейді. Бірақ та бұл жерде бір шарт бар. Басқа бір уәжіпті қосып ниет етпеу керек. Басқа бір уәжіпке ниет етіп қоймау керек. Мысалға нәзір. Нәзір деген жаңағы не? Айттығы, пәлен жұмысым жүріп кетсе, пәлен ақша берем деп Құдайға уәде берді. Кейін сол жұмысы жүрді, немесе бір проблема, бір мәселесінен, қиындықтан шықты. Сол кезде мал дүниесінің барлығын сол нәзір деп жаңағы сол ниет етіп беріп жіберетін болса, ол кезде не қылмайды екен? Зекетті ішінде кетті, зекет мойнынан түсе береді деген олай болмайды екен. Еш нәрсені ниет етпей, жай ғана бүкіл мал дүниесін беріп жіберсе, мысалға, уәжіпті ниет етпеу керек. Басқа бір уәжіпті, зекеттен басқа бір уәжіпті ниет етпеу керек та. Садақа деп мысалға, басқа деп жаңағы беріп жіберетін болса, сол кезде зекетті ниет етпесе де, ол не болады екен? Зекеті мойнынан түсе береді екен. Иә. Енді осымен зекетке байланысты негізгі шарттарды айттық. Иншалла келесі сабақ жаңағы түйенің зекеті деген былайша 4 түлік малдың зекетіне кіретін боламыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.